Бәріне ассалямағалейкум достар. Имам Ғазали, Әбул Мұхаммад бин Мұхаммад Ал-Тусил Әл-Ғазали 1058-1111 жылдарда өмір сүрген аса ірі диндар, философ және де фақихшы, мұсылман құқығының білімпазы. Түс қаласында Хорасанда туған, Нишапурда Әл-Жубинидің имам Әл-Харамин шәкірті болған. Ұстазы қайтыс болғаннан соң 1085 жылдан бастап Селжук уәзірі Низам-үл-Мүліктің жанында болады. Ол мұны 1091 жылы Бағдатта өзі негізі қалаған Низами медресесіндегі фиқхтан дәріс беретін ұстаз етіп тағайындайды. 1095 жылы исмаилиттер Низам-үл-Мүлікті өлтіргеннен кейін Әбу Мұхаммед Әл-Ғазали қажылық сапарды сылтау етіп Бағдаттан тастап кетеді. 11 жыл бойы Шамда, яғни Дамаскіде Әл-Мүліктің ұлы Факир Әл-Мүліктің Салжук сұлтаны Санжардың тұсындағы уәзір шақыруымен Нишапурдағы Низами медресесіне сабақ бере бастайды. Қайтыс болардан аз ғана бұрын туған жері Тусқа қайта оралады. Әбіл Мұхаммед Әл-Ғазали адамдардың танымдық қабілеттері бойынша қалалық Бұқара Әл-Хакама Әл-Хукми және де таңдаулылар Әл-Хакиса деп екі топқа бөледі. Діндар дәстүрлі, соның көзсіз еретін қарапайым қауымы мен ислам қағидаларының қорғауымен ғана шектелген мустақилимдердің ол алғашқы топқа жатқызады. Екі есесін ең алдымен сенімді дәлелдер мен дәйектермен көмегі арқылы ақиқатқа жетуге тырысады. Философтарды ендіреді. Сонымен қатар таңдаулылар қатарында тұрмыс тіршілік мәнін логикалық қиындықтарды бұрын түйсік арқылы түсінетін сопыларды да кіргізеді. Әбу Мұхаммед Әл-Ғазали сопылықтың өзін-өзі жетілдіру бағытын, оның пайдалы жайнақтарын көреді. Бірақ сопылар ұсынған құдаймен отникалық бірлікке жету бағдарын теріске шығарады. Өйткені ол бірлікке жетудің ең жоғарғы танымдық күш-қуаты зерде түйсігі арқылы құдіретті пайымдау нышаны ретінде ғана таниды. Әбу Мұхаммед Әл-Ғазали бірқатар шығармалардың әлемнің мәңгілік проблемаларын, септілік теориясы тағы басқа бойынша мұсылман философтарымен, шығыс аристотельшілерімен, Әбу Насыр Әл-Фараби, Әбу Ибн Сина тағы басқа пікірталастарын өрсітті. Философтар көзқарасының түсініксіз жазып, олардың іс жүзінде мұсылман әлеміне таралуына себепкер болды. Ол өзінің басты еңбегі Ихия Әл-Уттиния, діни ғылым сәулесі, діни философ этика қағидаларын саралап, онда сунниттік дәстүршілердің қағидаларын сопылық түсініктермен үйлестірді. Мысалы, шариғатқа көрсетілген ғұрыптарды сопылық дәстүрлермен толықтырды. Адам еркі мен жазмыш туралы мәселелерде Әбу Мұхаммед Әл-Ғазалиді таңдау алу ұғымын кәсібаны дамытты. Онда сәйкес адам Алланың ұсынған жақсы жаман әрекеттерімен өзіне қажетін таңдап алуына ерікті екенін, бірақ оған жауап беретіндігін айтады. Мұхаммед Әл-Ғазалидің мұсылмандық ақыл-ойдың дамуына, сондай-ақ орта ғасырлардың еуропалық философияға зор ықпал жасады. Әбу Мұхаммед Әл-Ғазалидің әдетінде Худжат Әл-Ислами, ислам дәйекшісі деп атайды.